Сәлем бәріне, қалайсыздар? Бүгін мен демошотпен қалай сауда жасаймыз, стоп-лосс тек профитті қалай қоямыз, сол жайында видео түсіргім келіп тұр. Жалпы демошотты ашу үшін біз осы TradingView платформасын қолданамыз. TradingView платформасымен барлық трейдерлер анализ жасап, өздері практика жасап, осы жерде үйренсе болады. Бүкіл шетелдің адамдары болсын, қазақстандық адамдар болсын, барлығы осы бір сайтта жұмыс жасайды, TradingView'да. Бұл жерге демошотты қалай жалғаймыз? Төменгі жақта, сол жағында демошот деп тұрады. Сіздерде ол торговые данные деп тұрады. Осыған барып, список брокерді таңдайсыз. Список брокерді таңдаған кезде міне біршама брокерлер шығады. Соның ішінде демошотпен жасайтын болсаңыз, сіз пейпер трейдингті аласыз. Ал егер реал шотпен жасайтын болсаңыз, осы жерде өзіңіздің жасайтын брокеріңізге жалғап алсаңыз болады. Мысалы, біз акцияда Capital.com-мен жасаймыз, иә. Capital.com-ды тікелей TradingView сайтына жалғап, осы жерде жұмыс жасасаңыз болады, бірге бір. Енді біз пейпер трейдингті қосайық. Пейпер трейдингте осындай страница шығады, иә. Егер сізге қажетті сумма керек болса, мысалы, счет дегенді басып, астында создать учетный запись деген бар. Өзіңіздің қалаған суммаңызды, мысалы, $100 бастайсыз ба, сіз болашақта $500 бастайсыз ба, қанша доллармен бастайсыз, соны осы жерге таңдап алып, новый счет ашсаңыз болады. Міне доступное средство $1000 деп шықты. Егер сіз мысалы болашақта $100 бастайтын болсаңыз, $100 осында виртуальный ақша ғой, енді бұл өтірік ақша да, соны осы жерге практика етіп, мысалы $100 сіз неше долларға дейін көтере аласыз, немесе оны жоғалтып аласыз ба. Ең алғаш ақша, реал ақша салмай тұрып, осы темамен практика жасап алғанымыз жақсы. Енді оны қалай қосып, қалай ажыратамыз дейтін болсақ, мына тикер символдан астында мына қызыл көк тұр, иә. Қызыл бізде продать, яғни шорт позициясына құлайтын кезде біз продать етеміз. Ал егер көтеріледі деп ашатын болсақ, купить дейміз. Мысалы, мына жерде бір уровеньге келіп тұр, тек қана анализ арқылы кіресіздер бұл жерге. Сіз қалай болса солай кірмейсіз. Өтіріктен кіретін болсаңыз, сіздің ақшаңызды сливать ету алуыңыз мүмкін, потому что минус кеткенде ол сіздің депозитіңізден шегеріледі. Например, купить етейік. Купить еткенде осындай страница шығады. Мысалы, продать етсеңіз де осыны басасыз, ал сатып алатын болсаңыз осыны басасыз. Мына жерде мән беретін зат рыночный лимит стоп деп тұр. Біз пайдаланамыз рыночныйды бірге бір қазір сауда жүріп жатқан кезде сауда жасау деген мағынаны білдіреді. Ал лимит дегеніміз, сіз жоқ кезде өзіңіз лимит қойып қоясыз. Мысалы, мына жерге барғанда шортқа құлайды деп, немесе мына жаққа барған кезде, осы уровеньге барған кезде көтеріледі деп, позиция лимит қойып, стоп-лосс тейк профитін қойып қойсаңыз болады. Жолда жүрсеңіз, сет жоқ жерде жүрсеңіз, лимит өзі автоматом ашылып, позицияларды өзі орындай береді. Ал рыночный дегеніміз қазір сауда жасау. Мысалы, қазір мен көтеріледі деп ашатын болсам, осы купить батырмасын басып, количествоны таңдаймыз. Мысалы, неше штук аламыз, 10 штук аламыз ба, 50 штук аламыз ба, соны осы количествоға жазасыздар да купить етесіз. 50 штук дегеніміз, мысалы, қазір $1 ашылатын, $1 мысалы көтеріп берсе, сіз $50 табыс табасыз деген сөз. Рыночный. Менде 10 штук деген жетпей тұрған сияқты. Міне 10 штук деген кезде ашылды, осыны басып тастайсыз да. Енді бұл жерде сіз стоп-лосс қоюыңыз керек, иә. Стоп-лосс сіздің депозитіңізді шектейді деген сөз. Мысалы, қатты құлап бара жатса, стоп-лосс осы жерге келгенде, мысалы, $28 автоматом өзі стоп-лосс қойсаңыз, автомат осы жерге келгенде жабылып қалады стоп-лосспен. Ал тейк профит дегеніміз керісінше сіздің табысыңыз табатын. Мысалы, мына уровеньге барады деп қойса, $54 болған кезде, осы 3427-ге келген кезде көтеріліп, осы автоматом жабылып қалады өзі. Ал стоп-лосс керісінше бағытыңыз кері қарай кетіп бара жатқан жағдайда сіздің депозитіңіз сақталу мақсатында қойылады. Ал егер сіз стоп-лосс қоймайтын болсаңыз, онда шығыныңыздың көлемі артып, сіздің депозитіңіз мысалы слип болып кетуі мүмкін. Сол себепті стоп-лоссты осындай уровеньдердің астына қойып сауда жасап отырғанымыз маңызды. Новичоктар көбінесе стоп-лосс қоймай жұмыс жасап жатады, ол өте дұрыс емес. Стоп-лосс керісінше біздерді тәрбиелейді.
ақшамызды сақтайды. Стоп лосстың пайдасы өте көп. Енді take profit дегеніміз біздің тейкіміз, яғни осы санаға келгенде көтеріліп, осы жерге келгенде сіздің депозитіңіз мана $100 болды ма, соның үстіне $54 қосылады деген сөз. Ал егер керісінше минус болатын болсаңыз, сіздің $100-ыңыздан осындай минус шегеріледі, $31 шегеріледі. Сонда сіз $70-69 қалады счетыңызда. Соны есептеп, риск менеджментті сақтап барып, позицияға кірген дұрыс болады. Жалпы бүгінгі видео осы. Бұл енді опытныйлар оның барлығын біледі. Мен новичоктар үшін салып отырмын. Жалпы осылай практика жасап, ашып, анализ жасап, өзіңіз үйренсеңіз болады. Енді мына қазір мынаны бұзып былай өсетін болса, мына қызыл болып тұрған бұл плюсқа шығады. Мына минус болып тұрған қазір сіздің ақшаңыздан шегеріліп минус болып тұрады. Егер осы плюсқа шығатын болса, керісінше сіздің депозитіңізге қосылады. Міне көтеріліп жатыр. Қазір көтеріп алсаңыз болады. Міне цент шығып жатыр, иә. 30 центіне $2 болып плюс болып жатыр, иә. Егер мына уровеньді жоғары қарай бұзып жабылатын болса, бұл дальше лонгқа барады деген сөз. Егер сіз мына тейк профитті күте алмаймын дейтін болсаңыз, осы жерден X етіп, мысалы мына $10, $20 болғанда позицияны осылай закрыть етіп жауып тастасаңыз қолмен болады. Оны ручной жауып тастау деп атайды. Бүгінгі видео ұнаса, лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.